Құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге хан мен үш ұры туралы ертегіні айтып беремін. Ертеде, ешкі құйрығы келтеде. Бір хандықта үш баукеспе ұры болыпты. Бұлардың үшеуі де жүрсе жымын білдірмейтін, тіксе жібін ілдірмейтін нағыздардың өзі екен. Үшеуі басқа, тіпті ханның қазынасына да ауыз салыпты. Оларға қарсы хан не бір амал айла жасаса да ұстатпай құтыла беріпті. Бір күні хан бойжеткен қызына: «Қазынаны күзетуге өзің бар, бұлайынша елеусізсің ғой, күш көрсете қоюға жолың да жіңішке, егер реті келсе, мұрттысы болса алдап-сулап, мұртының оң жағын білдірмей қиып ал». Хан қызы сол түні күзетке тұрады. Түннің бір уақытында ұрылар да келіп, қолына түскен дүние мүліктерді ұрлауға кіріседі. Киімін өзгертіп киген хан қызына тіпті мән бермей, емін-еркін қимылдайды. Аңысын аңдып ретін келтірген хан қызы мұрттысының оң жақ мұртын қиып алып қалады. Ертесіне таң азанда хан бұл хабарды естісімен қуанып: «Мұртының оң жағы қиылған адамды алдыма алып келіңдер», деп жасауылдарына бұйрық береді. Бірақ олар мұрты қиылған бір емес 50 адамды ұстайды. Хан ұрылардың қулығын асырып кеткеніне қайран қалады. Енді ескі құсқы киім алып, бет-аузын өзгертіп, ханның өзі күзетке тұрады. Түн ортасы ауыңғырап кеткен соң, үш ұры мұның қазынасы жиналған жерге тағы келеді. Бөгде адамды көрген ұрылар алғашында үркектей тұрып қалады да: «Сен мұнда мезгілсіз уақытта неғып жүрген адамсың?» деп сұрайды. «Мен ұры едім. Осы тұста ханның қазынасы бар деп еді, таба алмай жүрмін», дейді хан. Бұған күмәнданған ұрылардың басшысы: «Жай адам ұры болмайды. Ұры өлімге бас тіге біледі. Өзгеше бір өнері болады. Сондай өнер сенде бар ма?» дейді. «Ұрымын дедім ғой, өздеріңнің қандай өнерлерің бар?» деп хан ұрыларға қарсы сұрақ қояды. «Мен жер жаһандағы нендей мақұлықтың да тілін білемін. Олардың емеурініне түсіне қоямын», дейді бірінші ұры. «Айсыз қараңғы түнде бір көрген адамымды ертесте жарық болсын, қараңғы болсын жазбай танимын», дейді екінші бір егделеу ұры. «Ал мен хан ием қазынасын қайда тыққыштап, қайда жасырса да жазбай таба аламын», дейді үшінші ұсқынсыздау кейіптегі ұры. Қапелімде ерекше қасиеті аузына түспей сасқалақтап қалған ханға ұрылар тым күдіктеніп: «Ендеше сен ұры болмадың, жаныңды жаһаннамға жөнелтелік» деп өлтіруге оқталады. «Сабыр етіңдер, мырзалар», депті сонда хан. «Бір ұры қолға түсіп, дарға асылғалы жатқанда, мен ханға көз қысып қалсам болды, хан оны бірден босатып жібереді. Менің ерекше қасиетім осы». Ұрылар бұған сеніп мәз болып, қауқылдасып қалады. Оны төртінші етіп, өз тобына қосып алады. Сол күні ұрылар ханның қазынасынан алтын, күміс сияқты дүние мүліктерін көтергендерінше алып, тығып қойған өз қазыналарына әкеліп қосады. Ұрылармен бірге олардың үйіне келген хан таңсыз бері екпен басып, орнынан тұрады да жылыстап қашып кетеді. Хан бүлкектей жүгіріп бара жатқанда алдынан ит үріп шығады. Ұрылардың бірі: «Ойбай, иттер мынау хан деп сәлемдесіп жатқан сияқты», дейді. «Ой, сенде бір аңның тілін білгіш дегенге соға бересің-ау», деп екінші ұры оған мән бермейді. Дегенмен аңның тілін білетін ұры қасындағыларды оятып қашпақ болады. Бірақ осы уақытта ханның жасауылдары келіп жетіп, бұлардың қол аяғын байлап, барлық дүние мүліктерімен қоса хан алдында алып келеді. Хан оларды дарға суға әмір етеді. Жендеттер де білектерін сыбанып, дар ағашын дайындай бастайды. Бір көргенін жазбай танитын ұры: «Түндегі бізбен бірге болған мына ханның өзі екен», деп қасындағыларға сыбырлайды.
Сонда үшінші ұры ханға былай дейді: "Дат тақсыр, бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Соңғы сөзімді беріңіз. Датың болса айт" дейді хан. "Не айтар екенсің?" Сонда әлгі ұрылардың басшысы: "Түнде біздің жанымызда төртінші ұры болып еді. Соның ерекше қасиеті осы жерде керек болып тұр" дейді. "Егер оның сол қасиеті болмағанда, біз осы іске барар ма едік, бармас па едік?" Сөзден тосылған хан үшеуіне де бостандық беруге мәжбүр болады. Ертегінің соңы.